Баршаңызға сәлем. Дәл осындай жұмсақ қоржықты үй жағдайында қалай жасау керек екенін көрсетемін. Бұл қоржық басқа дүкеннің қоржықтарынан асып түспесе кем түспейді. Ендеше менімен бірге дайындаңыздар. Алдымен ыдысымызға айран құямыз. Айранның кез келген түрін қолдансаңыздар болады. Үстінен бір жұмыртқаны және де сұйық майымызды құйып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін қантымызды бөліп салып араластырып отырамыз. Қантымыз түйіршік болып қалмау керек. Ерігенге дейін жақсылап араластырамыз. Енді үстінен жарты шай қасық ас содасын және де бір шай қасық қопсытқыш саламыз. Венчикпен араластырғаннан кейін айран мен сода өзара байланысқа түседі және де осындай көпіршіктер пайда болады бетінде. Және 5 минутқа қалдырамыз. Менде 5 минут емес, 2 минут тұрды. Содан кейін ұнымызды електен өткізіп саламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізген жақсы. Енді ары қарай қолымызбен қамырымызды елейтін боламыз. Бізде қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр пайда болады. Ұнды плюс-минус деп аласыздар. Бұл кішкене артықтау кетуі де мүмкін. Дәл осындай қолға жабыспайтын қамыр пайда болады. Қамырымызды тындыруға 5-10 минутқа қалдырамыз. Содан кейін оны оқтаудың көмегімен жазатын кезде міндетті түрде кішкене ұн сепкен дұрыс. Енді екі бөлікке бөліп аламыз. Екі бөлікке бөлгеннен кейін бір бөлігін осылай оқтаудың көмегімен жаямыз. Қамырымыз орташа қалыңдықта болу керек. Қатты жұқада, қатты қалыңда болмау керек. Және де қолымызға күш салмай жаямыз. Мен пешімізді алдын ала қыздырып дайындап қойдым. Мен осындай жұлдызша пішіндегі формамен кесіп шықтым барлығын. Міне қараңыздар. Бірақ бұл кішкентайлау болып қалды. Сол себепті қоржыққа осындай кесені пайдаландым. Кесенің көмегімен қиып алдым. Ал манағы жұлдызша пішіндегілерді как печенье ретінде қалдырдым. Қазір екі түрлі қылып пісіріп көремін. Қалай шығатынын көреміз. Біреуіне жұмыртқа жағамын, ал біреуіне жақпаймын. Енді осындай бір жұмыртқаны алып, жақсылап араластырып, осы домалақ пішіндегі қоржықтардың бетінен жағып шығамыз. Осы біріншісіне осылай бірыңғай қоржықтарды жібердім. Енді осылардың барлығына осылай жұмыртқаны жағып шығатын боламыз. Енді үстінен әдемілігі үшін осылай шанышқының көмегімен сызып шығамыз. Артымен емес, алдымен дәл осылай тікесінен сызып шығасыздар. Тырнаған сияқты қылып. Енді қызып тұрған пешімізге салып пісіріп аламыз. Міне қараңыздар. Осылай көтеріліп, бүкшіне болып шығатын болады. Және де ең бастысы бұл өте жұмсақ болып піседі екен. Маған қатты ұнады, дәл осы рецептпен жасағаным. Міне, мана басында айтқандай, дүкеннің қоржықтарынан асып түспесе кем түспейді. Міне екіншісінде дәл осылай бетіне қант септім де, ешқандай жұмыртқа жақпай, екіншісін жұлдызша пішіндегі кішкентай печенькелерді пісіріп алдым. Міне қараңыздар. Өте дәмді шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Егер де менің каналымда рецепттер ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Кері байланыс күтемін. Сіздермен болған сандуғаш, назарларыңызға көптен көп рахмет. Барлықтарыңызға ас болсын.